Қайырлы күн, қымбатты инста көрермен, қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге Мәдениет Орал парақшасы және сіз не дейсіз жобасы. Дәл осы жобаның алдыңғы шығарылымдарының барлығын YouTube әлеуметтік желісінен және Instagram әлеуметтік желісінен қарап, өз ой пікірлеріңізді білдіріп, қолдау жасауларыңызды сұраймыз әрине. Және де естеріңізге сала кетейін, осынау сіз не дейсіз жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік тіл мәртебесін асқақтату, қолданыс аясын кеңейту, жалпы туған тіліміздің өз тұғырына бұдан да биігірек тұрақтап қонуына ықпал жасау. Ағымдағы жылдың сәуір айында бастау алған бұл жобаның негізгі қолдаушылары Орал қаласы әкімдігі және де мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі. Ендеше сіздерді бүгінгі құрметті қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше қош келдіңіздер, және де таныстырып өтейін. Ең бірінші бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ерен еңбек үшін медалінің иегері, профессор және де Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының актрисасы Мамбетова Әсел Иманғалиқызы. Қош келдіңіз, апа. Сонымен қатар, тағы бізде ерекшелік, бүгін екі бірдей қонақ біздің төрімізде. Екінші қонағымызды таныстырып өтейін. Круглозерный жалпы орта білім беретін мектебі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары, қоғам белсендісі, тіл жанашыры Ерболат Мақсотұлы Қабиев. Мінекей қымбатты тыңдарман, көрермен қауым, бүгін біз екі бірдей қонақпен мемлекеттік тіл мәртебесі аясында және дәл осы қонақтарымыздың өздерінің өнер саласындағы, өмір саласындағы қызметтері жайында тілге тиек етіп, әдемі әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап келгендеріңізге алғыс айтамыз. Қалдеріңіз қалай? Тамаша, өте жақсы. Рахмет, Әсел. Осы хабарға шақырып, үлкен мәселе, тіл мәселесін қоғамның алдына шығарып жатқаныңа, барша осы тіл жанашырларының атынан алғыс айтқым келеді. Рахмет. Әсел ханыммен танысқаныма осы бағдарламаның барысында өнеріңіз істей берсін. Рахмет, өте ризамыз. Өте қуаныштымын. Енді апа, елге келіп жатсыз, соңғы жылдары енді өзіңіздің туған ел, туған жердің төсінде осы елімізге, жерімізге, Ақжайықтың арда халқына өзіңіздің өнеріңізді паш етіп жүрсіз. Өте қуаныштымыз бізде. Сізде елдің, қоғамның адамымен бүгінде мінекей тамаша сұхбат өрбіту бақыты бұйырып жатыр. Қош келдіңіз дейміз және Ақжайық халқымен амандасып, бір-екі ауыз өз тілектеріңізді жолдауларыңызға рұқсат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, қымбатты көрермендер. Жақында ғана 1 желтоқсан тұңғыш президентіміздің күнін атап өтсек, енді жақын арада ұлы тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойын атағалы отырмыз. Сондықтан барша қазақстандықтарды осы ұлы мерекемен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қасиетті, қастерлі халқымдана, күш қуаты жігері сарқылмаған, аталардың аңсаған армандары ғасырлардың төсінде жарқылдаған. Батырларым, қашанда қорғанышым, ата жауға бермеген ел намысын, қазыдай қалқып кең жерде көшіп жүрген менің халқым, жауынгер болған үшін. Бәрі маған көрінер дос, бауырдай, құшағым кен байғоңыр аспанындай, бабалардың кешегі өткен жолы батырлықтың, ерліктің дастанындай. Шақырады бақыттың төрмені, кербез далам сұлудай көрінеді, туған елім еңсесін көтергенде ер тұлғасы биіктен көрінеді. Ешқашанда таппаған тола сәнім, бақытыма әрдайым жол ашамын. Шолпан жолды секілді таң алдында жарқырайды нұр шашып болашағым. Дархан елім, шалқар көлім, асқар таудай тұлғалы, қасиетті Қазақстаным, туған елім. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, өміріміз ғұмырлы болсын деп тілейік ағайын.
Керемет Әсел ханым, мың алғыс сізге. Кереметте әсерлі өлең, расымен де бір адамды рухтандырып, қуаттандырып, адамға бір күш беретін. Өнеріңіз әлі де болсын өрлей берсін, халқыңызға, еліңізге береріңіз көп болсын деймін. Аға, сөз кезегі өзіңізде Ақжайық жұртына айтарыңыз болса. Рахмет Әсел. Ассалаумағалейкум, құрметті Ақжайық өңірінің азаматтары, ханымдары, еліміздің тұтқасын ұстап отырған ерлері, мынандай бір тамаша тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсаңында кездесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Алла тағала елімізге амандық берсін, жұртымызға тыныштық берсін. Басқа елге бұйырмаған бізге басшы бұйырды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сияқты көреген басшымыз бар. Оны қостайтын керемет дана халқымыз бар. Осындай 21 ғасырдың тоғысында әлем елдерінің алдында жұлдызымыз жарқырай берсін. Тек қана халқымыздың мерейі үстем болсын. Тіліміз тұғырына қонсын. Рахмет, мың алғыс. Расымен де қымбатты арайлы Ақжайық өлкесінің қонақтары мен тұрғындары, баршаларыңызды өткен 1 желтоқсан, 1 президент күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және де елімізге етене еніп жатқан ел тәуелсіздігінің мерейлі 30 жылдығы құтты болсын. Жетер жетістігіміз, тойлар қуанышымыз көп болсын демекпін. Ендеше өзіміздің дәстүрлі сұрақтарымызға көшсек, әрине ең бірінші Әсел Иманғалиқызы, сізге алғашқы сауал. Жалпы әрбір адам баласының бір мамандықты таңдауы тегін емес. Сіздің де осы театр саласына келуіңіз, актриса мамандығын таңдауыңыз да тегін емес деп білем. Бұл сіздің бала арманыңыз ба, жоқ әлде әке ананың бақыттап салып берген сара жолы ма? Әркімнің өзінің арманы болады. Менің арманым шынында да өнерге барған арманыма ең басты, мен ойлаймын, себеп болған менің туған жерім Ақжайығымның сұлу табиғаты деп. Мен осы қасиетті Ақжайықта дүниеге келгем. Сол Ақжайықтың мөлдір суында өзімнің бауырларыммен, достарыммен бірге шомылып, сол Ақжайықтың балығын аулап, ну орманына қызығып, таңданып, жеміс жидектерін теріп, жаңа мойыл, бүлдірген болатын сол кезде бізде балалық шағымызда есімнен кетпейді. Сөйтіп армандап жүріп, осы табиғаттың сұлулығына ғашық болдым десем артық айтпаймын. Сондықтан да мен ойлаймын, осы менің ең алғашқы жалпы өнерге баруыма себеп болған осы Ақжайықтың сұлу табиғаты деп. Керемет. Туған жердің табиғатына ештеңе жетпейді екен. Сол аңсаған арманым жетелеп мені, өзімнің әкем мен атамның, анамның, әжемнің қолдауыменен Алматыдағы Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының жанындағы музыкалық студияға барып түстім. Сол жерде алғашқы өнердің нағыз нота сауаттылығын, актер шеберлігі дегеніне, вокал дегеніне, би, сахна тілі, тіл мәдениеті, тіл техникасы деген өнердің әліппесімен танысып, одан кейін Темірбек Жүргенов атындағы қазіргі ұлттық өнер академиясы, сол кезде театр және көркем сурет институты болатын, 76-77 жылдары. Соның театр факультеті ашылды. Бұрын Құрманғазы атындағы консерваторияда болатын ғой ол театр факультеті. Енді жеке факультет болып ашылғаннан кейін, сонда жаңадан музыкалық драма бөлім ашылып жатты. Сол музыкалық драмаға барып түскен кезде менің ең алғашқы қабылдаған мені ұстазым, ұлы ұстазым Қадиша Бөкеева және Қаукен Кенжетаев, Қазақстанның халық артистері болатын. Содан министрліктің жолдамасыменен Қазақтың мемлекеттік Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрына келіп орналастым. Сол театрда 40 жылға жуық бір күнде қалдырмай еңбек еттім. Сол еңбегімнің арқасында енді мен театрдағы ұстазым, Қазақстанның халық артисі
Амина Өмірзақова апам мені баулап, өзінің туған қызындай көріп, менің анамдай, екінші анамдай болып кеткен адам. Сол кісіден өнердің қыр-сырларын үйреніп, көп тәжірибе жинадым өзіме. Және жаңағы өнер академиясында өзімнің ұстазым сахна тілі тіл мәдениетінен берген, қазіргі Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, профессор, академик Дариға Тұранқұлова деген апайымыз мені 10 жылдан кейін жаңа дарын мемлекеттік сыйлығын алдым. Сол кезде шақырды: Әсел, енді ұстаздық жолға түс. Менің қасыма келіп, менің енді озат оқушыларымның бірі едің деп өз қасына шақырып, үйретіп, содан ұстаздық жолға түсіп кеттім. Содан қарапайым ұстаздан жаңаға ұстаз, жаңа доцент, профессорлыққа дейін өсіп, осы Оралға оралғанша сол өнер академиясында да еңбек етіп, сол өнер академиясымен өзімнің жалпы театрдағы бүкіл тәжірибемді жинап, өзімнің туған жеріме 2015 жылы облыс әкімінің шақыруымен келіп, өзімнің жаңағы Хадиша Бөкеева театрында, облыстық қазақ драма театрында еңбегімді жалғастырып жатырмын. Мың алғыс. Енді жаңа ұстаздық деп айтып жатырмыз ғой. Ерболат ағамыз бізде ұлағатты ұстаз, бүгінде тәлімді, талантты шәкірттерді тәрбиелеп жүрген керемет тұлға деп айтсақ болады. Енді сіздің де бала күніңіздегі арманыңыздан бастап алды ма жалпы ұлағатты ұстаз болу? Иә, мен о бастан өзім сол Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Қарағаш елді мекенінде туып өскен болатынмын. Сол жердегі бір 9 жылдық мектепте оқып білім алдық. Мені сол жердегі ең алғашқы осы ұстаздыққа жетелеген менің ұстаздарым. Олардың өзінің ісінің нағыз шеберлері болатынлар. Соларға ұқсауға тырысатынмын. Атап өтсем, Құлбабаев Болат Рысқалиұлы мектеп директоры, география, биология пәндерінен сабақ берді. Мұхамадиева Сәуле Хамидоллақызы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі. Тамаша математик, тамаша оқу ісінің меңгерушісі болды ол кісі. Өте әділ, таза адам, әділ адам, шыншыл адам. Класс жетекшім болды Абақова Қамажай Мырзашқызы. Бастауышта сабақ берген ұстаздарым бар, Бекенова Асия, Назипа Арифуллақызы сияқты. Осыларға ұқсауға тырысатынмын. Сосын енді оған екінші бір түрткі болған нәрсе бар. 80-ші жылдары ауылдық жерлерде ұстаздар жетіспейтін. Кейбір пәндерден мамандар болмайтын. Мысалға жаңа физика сияқты пәндерден, математика пәндерінен сабақ беретін мұғалімдер де аз болатын, қазақ тілінен беретін мұғалімдер енді алыс елді мекен ғой. Сол себепті олардың орындарын сол мектеп бітірген адамдар жұмыс жасап жүрді. Сосын ойладым, жалпы ұлттың бастауы, ұлтқа тәрбие бергің келсе, әуелі бесігіңді түзе дейді. Елдің бесігі ол мектеп. Сол мектепте жақсы мұғалімнен оқушылар жақсы білім алу керек болды. Сосын мен де ойладым, осы ұстаздық жолдан бастауым керек. Бұл менде 7-ші сынып оқып жүргеннің өзінде мен өзімнің ұстаз болатынымды білгенмін. Басқа мамандық таңдамаппын. Және осы мамандықты таңдағаныма қатты қуанамын. Керемет. Өкінбей, қайта қуанамын. Өте керемет. Аға, сөзіңіз аузыңызда, енді жаңа тіл деп айтып қалдыңыз. Расымен де енді биыл еліміздің тәуелсіздігінің өз тұғырына қонғанына 30 жыл, ол аз да уақыт емес, көп те уақыт емес. Дей тұрғанмен де біздің еліміз үшін жеткен жетістігіміз де жетерлік, ауыз толтырып, кәдімгідей ел тәуелсіздігіне мерейлі 30 жыл деп мақтанып айта аларлықтай атаулы күн деп айтсақ болады, иә? Енді жаңа тіл деп айтып қалдыңыздар ғой. Енді жалпы өздеріңіздің жеке ойларыңыз бойынша осы еліміздегі мемлекеттік тіліміздің мәртебелік деңгейі қандай, апа? Сіз не дейсіз осы турасында? Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы келуімен қатар мемлекеттік тіліміздің қалыптасқанына да 30 жыл болады ғой енді. Осы 30 жылдың ішінде мен ойлаймын, біраз жетістіктерге жеттік. Шынында да мен ол жылдары енді Алматыда тұрдым ғой. Сол кезде мен есімде қалғаны, бірден қазақ тіліндегі мемлекеттік тілде балабақшалар көп ашылды. Қазақ мектептері, қазақ мектеп гимназиялары, мектеп лицейлері, колледждер, және жаңа өнер институтының өнер факультетінен жаңағы дәстүр, қазақтың ұлт аспаптары, жаңағы ансамбльдері, неше түрлі фольклорлық ансамбльдер, өзіміздің қара домбырамызға, қазақтың қара домбырасына көңіл бөле бастады.
ұмытылып кетіп еді ғой кезінде, осылардың барлығы жаңғырды. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы деңгейі, әсіресе мен өзім өнер адам болғаннан кейін, біздің өнерде біз бақыттымыз, өнер адамдары. Егеменде өте бақыттымыз. Өйткені біз өзіміздің әкеміздің қаны мен шешеміздің сүтімен келген өзіміздің туған қазақ тілімізде біз мектепте тәрбие алып, одан жаңа оқу орындарында, жоғарғы оқу орнында білім алып, жаңа актерлік шеберлігін жаңа деңгейіне жеткізіп, қазір енді театрда, былай айтып қарасақ, бүкіл мемлекеттік тілде тек қана рухани байлықты біздің халыққа біз жаңа сыйлап жатыр деп айтсам, артық айтпағаным шығар деп ойлаймын. Сондықтан да мен бір тілмен басымыздағы байлығымыз біздің өнер адамдарының мәртебелі тіл, яғни мемлекеттік тіл тағымыз деп айтсам да болады деп ойлаймын. Әсел Иманғалиқызына бір қосарым бар. Жалпы барлық тілімізбен барлығы жақсы болса, қазір тіліміздің жағдайы керемет болса, біздер бұл мәселеге оралмас едік. Мына бір жылдары, ана бір 18-ші ғасырларда қазақты шығыстан жоңғарлар шапқыншылап, оңтүстіктен бұқарлар, солтүстіктен орыстар қазақтың жеріне көз алартып атқан кезде, Екатерин II орыстың патшайымы сол айтатын көрінеді. Мынау жоңғарлар басып алмай тұрған кезде қазақ жерін біздер соны пайдаланып басып қалсақ қайтеді деп. Сонда оған өзінің генерал-губернатор айтып дейді: қазақты жаугершілікпен жоңғар да ала алмайды, біз де ала алмаймыз, бұқар да ала алмайды. Оларда алатын бір жол бар. Соны сұрайды, қандай жол деп. Мынау Қазақстанның шөл даласында сексеуіл деген ағаш өседі. Сексеуілді балтамен ұрсаң, балтаң сынады. Сексеуілді арамен кессең, араң сынады. Бірақ сексеуілді сексеуілмен ұрсаң, сексеуіл морт сынады. Яғни қазақты қазаққа қарсы қою керек, батырын батырына қарсы қою керек, байын байына қарсы қою керек. Біреуіне билік беру керек, біреуіне билік бермеу керек. Және қазірден бастап қазақтың тіліне, тарихына шектеу қойып, бірте-бірте ұмыттыруымыз керек. Сонда бұлар мәңгүрт халыққа айналады. А мәңгүрт халықты басып алу өте оңай деген екен. Мынау 70 жыл Кеңес одағының шекпенінде отырған кезде біздер шынымен де олар осы зымиян ойларын іске асыруға тырысты. Құдай қалап, біздер әйтеуір өзіміздің 91 жылы тәуелсіздігімізді алып, мемлекеттік тілдің мәртебесін жариялап, Ғабит Мүсірепов айтпай ма? Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп. Жаңағы Алматы қаласында тек бір ғана Шонар Смаханұлының атындағы бір ғана мектеп қалыпты қазақ тілінде сөйлейтін. Біздің Оралдың өзінде де Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ мектебі болды. Қалғандарының баршасы түгелдей дерлік аралас мектептер, орыс мектептеріне айналып кетті. Енді қазір сол мемлекеттік тілдің мәртебесі бізге берген жетістігі көптеген жаңа айтқан мектептер, мәдениет ошақтары көптеп ашылып жатыр. Оған шүкіршілік етуіміз керек. Бірақ мағжан айтады ғой, сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап. Мен жастарға сенемін. Иә, мен жастарға сенемін дегенде аспан қалай ашылмақ дейді де. Тіліміздің мерейі үстемдік әлі де құра алмай жатыр, өкінішке орай. Отан отбасынан басталады. Баршамыз қай мамандықтың иесі болмайық, біздер үйдегі өзіміздің ортамызды түзеуіміз керек. Дастарханның басында айтылатын әңгіме, ішіп жатқан тамақпен бірге адал болу керек, таза болу керек. Тіл тазалығы ол барлығы да ата мен анадан. Сол мынау енді мемлекеттік тіл қабылданғанға дейін мен қарап отырсам, бүгін пайда болды ма осы тіл мәселесі деп. Жоқ, Бауыржан атамыздың өзі 80-ші жылдары. Мен мынау бүгінгі мүлдем ана тілін білмейтін, немесе шұрқақ сөйлейтін жастар үшін қынжылам дейді. Оған кінәлі ата мен ана дейді. Ол сіпті кінәлі адамдар тауып кетті. Себебі айтады ғой, біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Анау жаман, мынау жаман деп жұрттан көре бергенше, жаңа айттым ғой, әлемді құтқарғың келсе, отбасың асық дейді. Себебі әркім өзінің үйінде баласын тәрбиелеп, оның баласы қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілін сүйетін болса, оның баласы тәрбиелі болатын болса, әрбір шаңырақтан шыққан адам сөйтіп тәрбиелі болатын болса, мемлекет мықты болмай ма? Дұрыс айтасыз. Сондықтан да біздер баршамыз қазіргі уақытта жұмыс деп жүрген кезде сол отбасылық тәрбиені ұмытып кеттік, өкінішке орай. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да үйімізде атамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, ағаларымыз, жеңгелеріміз,
дастарханның басындағы әңгімені түзей отырып, өзара бірмен бір қарым-қатынасты түзеу арқылы, жанұясындағы бір сондай бір керемет ортаны жасап алса, сол арқылы біз ортаны тәрбиелейміз, жалпы ортаны. Сонда ғана тіліміздің мәртебесі де одан әрі жоғарылайды дейсіз ғой. Әрине. Керемет, қымбатты тыңдарман, көрермен, мінекей байқап отырсаңыздар, қайбір дүниеге болсын, өзгені емес, өзімізден бастау алатын дүниеден жақсылықты көре білгендігіміз дұрысырақ болар. Яғни болашақтың дұрыс болғанын, жарқын болғанын, айқын болғанын қаласаңыз, отбасындағы бала тәрбиесіне, ұрпақ тәрбиесіне, оның жүріс-тұрысына үлкен мән беру керектігі туралы әдемі ой пікір айтылып жатыр. Сондықтан сіздерге де бұл дүние үлкен сабақ болсын дейміз. Жаңа енді тәрбие туралы айттық қой. Әсел апа, енді сіз өзіңіз жалпы осы қоғамдағы ұрпақты, өмірдегі, өнердегі ұрпақты тәрбиелеп жүрген ұстазсыз, анасыз деп айтсақ болады, иә? Енді осы жолда жаңағы ағамыз айтпақшы, тәрбие, отбасындағы, ошақ қасындағы, бесіктегі тәрбие соңғы әзірде қандай да бір болсын өзінің бір әлсіреген тұсын көрсетіп жатқан секілді. Ал сіздердің отбасыларыңыздағы тәрбие бағыты қандай, тәрбие құралы қандай, тәрбие тілі қандай? Құдайға шүкір, енді біз жаңа айтып кеттім ғой, өзіміздің ата-әжелерімізден, әке-анамнан алған тәрбиемізді біз жалғастырып жатырмыз деп ойлаймын. Өйткені ұяда не көрсең ұшқанда соны көресің деп айтып кеттік қой. Сол көргеніміздің бәрін қазір біз өзіміздің балаларымызға, немере, жаңа жиен немерелерімізге осының бәрін үйретіп жатырмыз. Қазіргі балалар, олардың қолдарында смартфон, қолдарында планшет, не болса ашып алады да, жаңа орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, басқа тілдерде түсіне ме, түсінбей ме соны қарап жатады. Ал біздің теледидарда балапан деген бағдарлама бар, жақсы. Соны қарап, біздің өзіміздің жанұямыздағы кішкентай бөбектеріміз, немерелерімізге, жиендерімізге сол балапанды қосып қойып, соны мәз болып көріп отырады содан. Содан кейін ертегілер оқимыз. Кішкене жаңа Қадыр Мырза Әлінің балаларға арналған өлеңдері бар ғой, кітапшасы бар. Сол кітапты оқимыз отырып алып. Жаңа соның ішінде де жаңа ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп айтып кеткен біздің Қадыр Мырзалы ағамыз. Сондықтан мен ойлаймын да, балаларды, жаңа сіз айтып кеткендей, мен сіздің сөзіңізбен тура келсем, өзінен бастау керек. Осы үрдісті жалғастырып, біздің енді жастарымыз осы мемлекеттік тілді өз деңгейінде үйреніп, әр қарайда өздерінің ұрпақтарына үйретіп кетсе екен деген бір тілегіміз бар. Расымен де енді қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман, енді бұл айтылып жатқан дүниелердің өзінде де үлкен мән мағына бар. Өйткені жаңағы баланы ең бірінші тәрбие беретін әке-анасы болса, қала берді қоғамы, ортасы, ұлағатты ұстазы. Ұлағатты ұстаздан алған тәлім-тәрбие ол әке-ананың берген өнегесі, әке-ананың берген тәлім-тәрбиесі секілді әрбір ұлықты ұрпаққа өзінің болашағын мықтап қалыптастырғысы келетін жас буынға өмірлік азық болады. Сондықтан да жаңағы Әсел апамыздың айтып жатқанындағыдай студенттерді қазіргі уақыттан бастап осындай жақсы дүниеге баулу, ол да ұстаздың өзінің бойына міндеттелген, жүктелген үлкен парыз. Осы парыздарыңызды аманшылықпен, саушылықпен, жақсылықпен арқалап жүрсіздер. Әлі де болсын арқалауға Алла сіздерге ұзақ ғұмыр берсін деймін. Ендігі уақытымыз сәл ғана қалды дей тұрғанмен, осы орайда енді бізді көбіне жағы тыңдап қарап отырған жастарға айтар ағалық, аналық, әкелік, ұстаздық кеңестеріңіз қандай? Жалпы тәрбие бағытында болсын, тілге деген құрмет бағытында болсын, аға, сөзіңіз өзіңізде. Рахмет. Мына Халел Досмағамбеттің бір айтқан сөзі бар. Өз тілін жақсы меңгеріп, басқа тілді де жақсы меңгерсе, бұл сүйініш дейді. Өз тілін білмей, басқа тілде сайрап жүрсе, бұл күйініш дейді. Ал енді өзінің тілін біліп тұрып, басқа тілде сөйлегенді жақсы көрсе, бұл қате дейді. Сондықтан мен өзімнің бауырларыма, қазақ бауырларыма әсіресе айтарым, егер анаңа деген, әкеге деген құрметіңіз болса, сыйластығыңыз болса, онда тілге де тап сондай құрметпен қарауымыз керек. Жаңа айттық қой, тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Ал ол тілдің иесі сіз бен біз.
басқа ұлттың өкілдері, егер біз өзара қазақ тілінде сөйлесетін болсақ, басқа ұлттың өкілдері де біздерге ұқсауға тырысады. Қазақ тілі өте әдемі тіл, өте бай тіл. Сондықтан да жасымыз бар, кәріміз бар, Дұрыс айтасыз. жүрген ортамыз бар, жанұямыз бар. Жұмыста жүрсек те біздер ең алдымен өзіміздің ана тілімізде тіл қатысуымыз керек бірімізбен біріміз. Өзімізді дұрыста болсақ, тәрбиелі болсақ, сізбен біздің үлкен жетістігіміз сол болмақ. Ана тіліміздің мерейін үстеметейік бәрімізде. Дұрыс айтасыз. Мемлекеттік тілімізді құрметтейік, жақсы көрейік, одан әрі дамытайық деп айтқым келеді жастарға. Және жастар қазір өте ақылды, жастарға көп ақыл кеңес айту да артық деп ойлаймын. Оған тек қана өзіңнің жұмысыңмен, ісіңмен дәлелдегенің дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан мен енді жаңағы осы тәуелсіздігіміздің батыр ақыны Жұбан Молдағалиев ағамыздың Қазақпын поэмасынан, мен қазақпын поэмасынан бір үзінді оқып жіберсем рұқсат? Жақсы, әрине рұқсат. Республика, ерікті ел Қазақстан, келді ақыр көп күткен жаз алыстан, келді ақыр аңсатып армандатып торды бұзған мен де бір мәзарстан. Аталғанға не жетсін өз атыңмен, ән төгіліп тұрмай ма азат үннен, желдей еркін, түздей кең, таңдай азат, мен қазақпын дегенде қандай ғажап. Мен қазақпын, қаныммен, сүйегіммен, сән салтанат салтымды сүйемін мен, бақ орнатам басына моланың да, мұрагермін оған да, иемін мен. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім, мен тірілдім, мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім деп Жұбан ағамыз жырлап кеткендей, мемлекеттік тілімізге деген құрметіміз мәңгілік болсын ағайын. Расымен де мың алғыс сіздерге. Манағыда сөз басында айтып өткенімдей, естір құлақ болса, ұғынар жүрек болса, ой санамен түйіп алар адам болатын болса, өте сүбелі сөзі бар, тілге тиек етілген әдемі әңгіме өрбіді деп айтсам болады. Оның ішінде өз басымда енді жас буын өкілі ретінде, расымен де бала тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде осы тілдің жоғары деңгейлік мәртебесін алуы жолында қандай тәрбие құралы қолданылу керек, соған да үлкен сабақ алдым. Сіздерге мың алғыс. Осы келер тәуелсіздігіміз құтты болсын. Есігімізден етене еніп жатыр. Тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктеріміз әлі де молая берсін. Сіздердің ұстаздық жолдағы, өнер жолындағы жолдарыңыз ашық болсын деймін. Сіздерден тәлім алған, тәрбие алған ұлықты ұл, қылықты қыз, еліміздің ертеңгі болашағын жарқыратар мықты білікті бір маман болсын дегім келеді. Қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман, мінеки 1,5 сағаттың көлемінде біз өзіміздің туған тілімізге деген құрметтің неден бастау алуы керек, отбасындағы тәрбие қандай болуы керек, кешегі бойжеткен, кешегі бозбала, бүгінгі ұлықты ұрпақты тәрбиелеуші ұлағатты ұстаздың арман мақсаты қалай жүзеге асты, неден бастау алды, сол турасында әдемі әңгіме өрбіттік. Қадыр Мырзалы көзінің тірісінде өзінің еліне, жеріне, соның ішінде туған тіліне деген ерекше махаббатын бір жол өлеңмен білдірген болатын. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Расымен де отбасы ошақ қасындағы аяулы анаға, асқартау әкеге деген бар мейірім махаббат құрметіміз қандай шексіз болса, туған тілге деген құрмет дәл сондай мәртебелі болсын ағайын. Келген тәуелсіздігіміз тұғырлы, әрбір күніміз мәнді, сәнді болсын. Жақсы күндерде жолыққанша аман, сау болыңыздар.